Оқудан шығасың бәрің. Қараш бұларды. Соғыстан келген батырлар ұқсап. Заң бәріне ортақ. Заңмен шешіледі. Не масқара мынау? Түс алдына да. Так, сен, үлкен топ түсесіңдер. Бол, түс, так. Сіздерді ата-аналарыңыз сөйлесен. Қайсысын алыңдар Назеркенің сағатын? Айтам ғой сендерге үнемі біреудің сатын алмаңдар деп, қайсысын? Қайтарыңдар тезірек. Ой, рахмет, қарындасым. Айбетбеш қарындасым. Аккумулятор тағы өліп қалды, сенен ят болды, күнде итерте беріп, бір аккумулятор ақ қоям, құдай қаласа. Айбетбеш енді. Сен адам емес екенсің, қаңғыртамын деген осы ма? Шлем тастап кет онда. Сен қыз бар ғой, вообще алғысың жоқ қыз екенсің, сенің әпшелерің бәрін осы мотоциклмен тасығам кезінде. Сен ақшасы жоқ деп атқан шығарсың, аккумулятор аламайды деп. Мен дышыдан қанша алатынын білесің ба сен? Бар, сен қайтарда звондайме, итеріп қайтасың қайтарды да. Так, бұл сендерге армия емес, бұл сендерге баня емес, бұл дене шынықтыру сабағы, түсіндір ма? Білекті бірді жығат деген. Денсаулықтарың болмаса ешкім емессіңдер. Әсел, сен формаң қайда? Өзіңізде де жоқ қой, ағай? Мен бұл жаттығудың бәрін жасап тастағам. Мен олимпиада чемпион болайын деп қойған, білесің ба? Мен 300 килолық штанганы көтерейін деп қойған, білесіңдер ма? Сондықтан да бұл жерде сендердің әкелерің де, шешелерің де, мына мен, түсіндіңдер ма? Сонда сіз папа дейміз ба, мама дейміз ба? Әже дейсің. Ақыры күлмейді екенсіңдер. Онда жігіттер, сендер 10 групп, қыздар сендер 9 групп жүресіңдер, түсіндіңдер ма? Неге олар 9, ал біз 10? Себебі әйел адам, еркек адамнан бір саты төмен тұрады. Шагом марш, қимылдаймыз! Қимылда, давай! Қимылда, саған бір форма кимей келдеді ма? Жүгір, давай! Давай, былай, жанымен жүгіріңдер, былай. Былай, мынау, істей алмай жатыр ғой. Әбден қатып қағасыңдар, давай, қимылда! Қыз отырыңдар, қамақшы олар. Жеги, біз жалпы сабаққа қатыспаймыз ба? Жұрттар ұқсап білім алып дегендей. Сол сабақ оқимыз ау дейм, ә? Колледжге кетеміз деген сайын жүрісіміз столовый туалет болып кетті ғой негізде. Қателеспен, бірінші тренировка, сосын столовый және төбелес. Қалайсыңдар жігіттер, ата-аналық үміттер дейсің ғой? Сендерің осындай екендеріңді сразу білгенсің ғой. Айтпап қақтан байтыңдар? Мектептің кіре берсіне басап, чипсінің қалдығымен келді ма? Жиги, оны қой отырыңдар. Ертең қандай күн екен білесіңдер ғой да? Жоқ. Мен білем, ертең тренировка. Менің дұрайын сен. Әрдің жете, смело. Ертең туған күнім. Соны табиғат аясында пикник жасасам ба дейм. Онда четкий план жаса, мен анамды алып келем. Мен өз жетімдерін алып келем. Оппа, онда сен үлкен көмек көрсетеді екенсің ғой, ә? Пикник демекші, жерге жаяды кілем қажет екен ғой. Кімге айтсам екен? Демеуге айтсай. Демеу бар екен ғой. Братан, қазір емес, ертең ғой. Жеги, жылдам әрі тез екен, иә? Онда ертең братандарды шақырайық та? Олар пробный деп отқан кеше. Ертең не болатынын білесіңдер ма? Сендер бұл деген масқара ғой, масқара. Апай, ол сағат случайно сізде емес па?
Гүлім апай, тыныштық па не болып қалды? Араласпаңызшы ісіме. Кім алды сомен? Айтсаңдаршы тезірек. Жоқ, араласпағанда сіздің дауысыңыз жаңғырып жатыр да коридорда, соған келгем ғой. Не болып қалды оқушылар, не жағдай? Ағай, мыналардың бәрі менің сағатымды ұрлап кетті. Тауып беріңізші. Сағатымды ұрлады? Так, оқушылар, бір ойын ойнайықшы барлығымыз, осы жерге шығып, қатар-қатармен. Ағай, ойын дейсіз ба? Ағай, менің сағатым ше. Сағатты барлығын табамыз. Ағай, қандай ойын ойнаймыз? Көресің ғой, шығып кет. Барлығымыз қатар-қатарымызбен. О, келіңдер, ақылды балалар. Қатар-қатармен тұра қойыңдар. Балалар, көзімізді жұмып қоя, еш қайсымыз көзімізді ашып қоймаймыз. Көзімізді жұмып тұра береміз. Қазір ойынымызды бастаймыз, жарай ма? Барлығын жұмып тұрсыңдар ма көздеріңді? Сенде көзіңді жом. Молодец, ақылды балалар. Көздерін жұмып тұра беріңдер. Ашпаңдар. Гүлім апай, сіз де көзіңізді жұмсаңыз, иә? Кән, жұмыс па? Хоп! Ал балалар, ойын аяқталды. Барлығымыз қоңырауға шығамыз. Назерке, сен осы жерде қаласың, жарай ма? Ал, қоңырауға шығыңдар барлығың. Кән. Назерке. Дадам. Рахмет, ағай. Оға шық. Болды, бара ғой, Назерке. Гүлім апай, сау болыңыз, рахмет. Шарап ағай, бағана неге барлығымыздың көзімізді жұмдырттыңыз? Жаңағы ма? Просто ол балаға ұрлықшы екен деп қарағым келмеді. Шәріп, рахмет. Оға шық. Ертең боссыз ба? Не істейін? Сізбен бірге кездесуге шығайын ба? Оқушыларсыз, өзіміз. Солай жасайшы өтініш.